Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Эфир түсірмегелі 3 айдан асыпты. Барлықтарыңызды сағынып қалдым. Бірінші очередь эфирді сағынып қалдым. Осылай сөйлеп отқанымды сағынып қалдым, шынымды айтсам. Осы 3 ай аралығында көптеген нәрселер өзгерді. Менде айтар сіздерге жаңалығым өте көп, но ең бастысы біздің ойнап жатқан ойынымыз, басқамыз ол тоқтамайды және әрі қарай да жалғасатын болады. Негізі мен эфирді түсірмеймін деп шешкен кезде басқа бағытқа ауыстырам деп ойлағам, бірақ ойыма шынымды айтсам ештеңе келмеді. Оған мен қалай контент жинаймын, қалайынан кім көреді деген нәрселер болды. Негізі ойымда болды біраз нәрсе, бірақ оған білмеймін қалай не істеу керек, оларды что-то не істей алмадым. Ойлана алмадым, ойластыра алмадым. Бірақтан да мен ойлап жатырмын, түсірем, бірақтан да араластырып түсірем, миксовать етіп, яғни мен лайф видео дейді ғой, лайф влог, яғни өзімнің өмірім жайлы не істедім, не қойдым деген сияқты хочу сондай видеолар тоже салып тұрғым келеді. И қалай мен тастап кеттім? Менің тастау себебім бірінші очередь тістерім өте әлсізденіп кетті. Яғни мен даже жеген кезде прямо сезетін тістерім ауыратынын да, даже жарамайтын кәдімгідей. И барып емдеттім, почти 7-8 тісімді емдеп, жұлып, оптым, бәрін реттедік қой. И витаминдер қабылдадым, бір жағынан гемоглобин кішкене түсіп кетті, жұта бергендіктен. Мен просто алдым да, все, мен жемеймін дедім да. Вообще менде ой болды, что менде прям көп глиналар, глинамелдар болған. Таратып, осылайынан ойнастырып жерем біл. Білмеймін, жаңағылар маған удар болды ма, тісім слабить еткені, гемоглобин түсіп кеткені. Мен алдым да просто мынандай үлкен такой пакет, мынандай көп болып шықты. Ананың ішіне примерно бір 15 шақты килограммдықтан мелдар, плюс еще бір где-то 7-8 шақты пакет глиналар болды. Түрлі, да, например, и потом глинамелдар, я помню, сол кезде мен Анапайда қанша не бар, түрі бар, яғни бір где-то 13-14 ба түрі болды, и мен соны бүкілінен 3-4 штуктан сатып алып, и потом где-то 2 или 3 түрін ғана жеп, и қалғанын просто так, көрші әйеліміз постоянно солай мелдар, глиналар жейтін, иногда сұрап, иногда сатып алып, солайынан жеп жүретін. Мен соған алдым да, просто так бере салдым. Қызық адамым да такой. Сіздерге берсем болады ғой сол. Білмеймін, сонда бір менде жағдай болды. Неге олай істедім, вообще не могу понять. И мен қазір қайтып бастадым. Бастадым дегенде, біз осы аралығында қоныс аудардық Алматыға, көшіп келдік. Яғни тек негізімен ата-енеммен тұрам, білесіздер, жолдасым и 3 баламмен Алматыға көшіп келдік. Осында жұмыс жай-күй деген сияқты, жайғастырып деген сияқты да. И просто так инстаграмнан іздедім, продажа мел, глина деп, и сразу бір страница түсті. Глиналар скидка как раз 500 теңгеден, и потом мелдардың бағасын жазбаған. И мен алдым да прайс лист сұраттым, и потом қандай глиналар бар, қандай мелдар бар. И глиналардың где-то 5-6 түрлері бар, и мелдар тоже вообще аз, бір 2 или 3 ма сондай ғана. Мелдар білесің, килограмм 2000 теңгеден. Мен Астанада жүрген кезде, наоборот, мелдарды өте арзан қалатын тұғым. 900-800 иногда солайынан скидка мелдарға вообще көп болатын тұғым. Мен өзімнің алатын апайымнан да. И бұл жерде глиналар, ол апайда глиналар еще маған скидкамен беретін. Көбінесе еще подарок көп салатын тұғын, помню. Короче, солай бізде жағдай. Еще мен білесіздер ма, осы аралығында 6-7 килограмм қосып алған жағдайым бар. И хочу теперь жаңа жылға дейін оны тастауға. Кім менімен, пожалуйста, жазыңыздар. Менде күшті вариант бар. Келесі эфирда есетші ұсынатын боламын.
егер де маған қосылам десеңіздер, байқала ма негізі түрімнен толып кеткен. Сол пока енді бізде традиция бойынша распаковка, мен қандай глиналар, қандай мейлдар алдым, сол жайлы айтатын боламын. Эфирді өте қатты сағынып қалыппын. Мен ойладым, шынымды айтсам, түсірмей жүрдім, мен аудитория жинадым, ешқандай ештеңкенің рекламаның или басқасының көмегінсіз өзім стараться еттім. Сонша мен ойладым да, мен сонша адамды жинап алдым, барлығы мені күтеді, кәдімгідей комментарияларды оқып қарасам, қашан шығасыз, неге жоқ болып кеттіңіз деген көп сообщенияларды оқимын. Мен неғып мен түсірмей жүрмін деп өзіме өзім сұрақ қоямын да, не істеп жүрмін деген сияқты. И теперь хочу прям қаладым, қатты түсіргім келді да. И вот решила обратно қайтып түсірсем деген шешімге келдім. Мен өте қуаныштымын сіздермен бірге қайта қауышқаныма. И мен осыны түсіру үшін, мен уже барлық заттарым Астанада қалып кетті. Бұл Алматыда қабылданған шешім получается. Штативімда, жаңағы петля микрофонымда барлығы Астанада қалып кетті. Сол үшін мен осыны микрофон, наушник беспроводный, Bluetooth тоже хорошо жұмыс істейді, как микрофон, жаңағы петля микрофоннан кем түспейді дегеннен кейін осыны заказ бердім. Зато ол мешать етпейді, более дауысыңыз анық и конкретно шығады дегеннен кейін осыны алдым. И потом штатив. Как обычно, штатив алдым. Тоже жақсы, мощный штатив дейді. Жаңағы екі несімен, неге прямой эфир өткізетін болсаңыз, тоже хорошо көмектеседі. И вот решила ендігі эфирларда, мен алдағы эфирларда прямой эфирға тоже шығып тұрамын деп Құдай қаласа. Ал эфирімізді бастайық. Бірінші эфир бізде, как обычно, распаковка. Маған получается мына глиналардың аттарын жазып жібермеген екен. Бірақ мында мен уже көз деген не істеп алмаз болып қалған ғой. Например, розовая узбечка. Так, мынау Туркестан белый, мынау плитки, мынау коричневый, а мынау сливки, по-моему. Да. И мына жерде бізде песчанка всегда осылайнан кішкенеден болып келеді, бірақ онда аяқ жағы слишком топырақ болып кетті кәдімгідей. Килограмм 2000 теңге. И бізде Василь Поле, Астана 1 и Астана 2 и осылайнан тұңғыштара шайбалар. Шайба и потом мына жерде витаминки дейді, сондайлар. Мен помню, Астанада жүрген кезде то же самое осындай витаминки, шайба, бірдеңкелер заказ беретін тұғын. Штугын, по-моему, мен 100 теңгеден или 90 теңгеден, бірақтан да олар мынандай огромный болатын тұғын. Сердечко там, солайнан да, но огромный болатын прямо. Ну, там маленький. Вообще мен ожидала, там сондай объемда болады деп. Құрт болады ғой. Кішкентай, сондай сияқты. Ну, осыған да шүкір, пока енді осылайынан эфир бастаймыз. Қазір мен инстаграмда ссылкасын қалдырып кетемін, қай жерден алғанымды. Еще айта кетейін, глиналар килограммы мақұл 500 теңгеден болғанмен, маған ұнамады. Ну, кішкене ұнамады да. Олар онша таза емес. Тазалау керек, оны обязательно бір 3-4 слойын алып тастау керек обязательно. Қараңыздар. Мен негізі узбекский розовый соленый глинаны өте қатты жақсы көремін, бірақ мен жегеннен кейін прям аппетит пропало. Тазалау керек, короче. Солай, менді біз сіздермен жиі эфир түсіріп тұрамыз. Может, қазір бірінші эфирімді бастап кетемін, Құдай қаласа. Көп нәрсе заказ бермедім, осылар ғана болды. Яғни, получается, глиналар 500 теңгеден, мыналар бір штугы 70 теңгеден ба, солайнан болды. Получается, мына шайбадан 3 штук, витаминкадан 3 штук. И песчанка бізде 2000 теңге килограммы, а мына Василь Поле 500 грамм 1000 теңге получается. Астанада килограмм 9 теңге, здесь 9 теңге, еще прям мощно тазалаған, прямо
блестеть етіп тұратын түн как алмаз сияқты. Солай, а мынау менің штативім. Солай, достар, өздеріңізде не жаңалық, не қызық, не өзгеріс болып жатыр? Әлі де глина, мел жеп жүрсіздер ма? Или қойып кеттіңіздер ма? Немен айналып жатсыздар? Қандай өзгерістер бар сіздерде? Жаңа жылға қалай дайындықтарыңыз? Айтпақшы, әлі де конкурсымыз жалғасатын болады. Ол конкурсты тоқтатпаймыз. Жеңімпаздарымызды анықтайтын боламыз. Әлі де бұрынғыдай талаптары өте оңай, өте онда өздеріңіз білесіздер. Глина болса, мел болса да өздеріңіздің қалауларыңыздай, және ақшалай болса да өздеріңіз білетін боласыздар. Солай, мендегі жағдай, мен сіздермен көріскеніме өте қатты қуаныштымын. Бірінші эфирім өте сәтті өтті деген ойдамын. Келесі эфирде жолыққанша. Пока-пока.